Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына үзіндіге назар аударыңыздар. Қабеннің дауысы. Мен сені 3 күн бойы күттім. Адамды осылай қорлауға бола ма? Балалар оянып кетеді деп телефон соқтырмайтын өзің. Сондықтан бір парақ қағаз жазып отырмын. Қымбаттым-ау, күтудің де, шыдамның да шегі болады ғой. Неге келмейсің? Мен ұнатпайтын болсаң, күндіз телефонмен сөйлескенде оның да ашып айт. Кісіні әуре сарсаңға салып қойғаның не? Бүгін тағы да күтем. Екеуміз әлгі келіскен жерде. Өтінем, жүздесіп кет. Бүгін сөз жоқ, келгейсің. Өтінем, асыға күтем, соңғы рет. Қамажай. Бір алапат сезім кіріп кеудеме. Жұлқынғанда айта алмадым деп неге? Өмір деген жалғыз сенің үйің бе? Халат тастап далаға жүр кейінде, деді маған ыдыс жуып жатқанда. Ән естілді, көктем кеткен жақтан ба, дала кезген самал болып кеттім мен, оралдым ба баяғы бір шақтарға. Толқын болып тулап шықтым далаға. Екеуі қол ұстасады, бірақ ұстасқан қолдары еріксіз ажырай береді. Автор осы үзінді арқылы қандай мәселені көтеріп тұр? Құрметті білім алушылар, біз өткен сабақта Дулат Исабековтің «Әпке» драмасының мазмұнымен танысқанбыз. Сол драмадан үзінді келтіріп тұр. Яғни, осы үзінді арқылы автор қандай мәселені көтеріп тұр? Бұл үзінді кімге бағытталып тұр? Әрине, бұл үзінді жетім қалған бауырларына әке орнына әке, шеше орнына шеше болған бауырларының қамы үшін өз бақытынан бас тартқан Қамажай жайлы. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтің «Әпке» драмасы. Құрметті оқушылар, өткен сабақта осы драманың толық мазмұнымен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейтін боламыз. Құрметті оқушылар, сіздерге мынау ой түрткі сұрақтарын қойғым келіп тұр. Қамажай іні сіңілерін бағып қағуда қандай қиындықтардан өтті? Қамажай анасының аманатын орындады ма? Арманы орындалды ма? Шығарма неге «Әпке» деп аталған? Міне, осы сұрақтарға алдағы уақытта жауап алатын боламыз. Ең бірінші кейіпкерлерді атап шығайық. Дулат Исабековтың «Әпке» драмасындағы кейіпкерлер. Олар Қамажай, Омар, Темірбек, Ермек, Нәзиля, Гаухар, Камиля, Сұлтан, Сұлухан, Қабен және де көрші әйел. Енді кейіпкерлерге тән қасиеттерді атаңыздар. Омар Қамажайдың інісі, мамандығы жағынан философ, ғалым, көбінесе ғылыми тілде сөйлейді. Жаны жайсаң жан, адамгершілігі мол, сыпайы, көзілдірік тағады, бойын ашуға билетпейді. Көп сөйлегенді мүлде ұнатпайды, білімді, жаны ғылымды сүйеді, лақап аты Ом. Нәзиля Қамажайдың сіңілісі, мұғалім болып жұмыс атқарады, мінезі ерке, тік мінезді, тура сөзді. Темірбек Қамажайдың інісі, КамАЗда бригадир болып жұмыс істейді. Тік мінезді, бұрама тілді, бірақ өте адал. Және де дөрекі, қызу қанды, жан жағына қамқор болып жүреді.
өздеріңіздің жауаптарыңызбен дұрыс жауапты салыстырыңыздар. Бізге енді анықтайтын оқу мақсатымызға сәйкес кейіпкерлердің бойынан тура және жанама мінездерді табайық. Ол үшін осы мінездеулердің анықтамасын біліп алайық. Алдымен Зейнолла Қабдоловтың пікіріне назар аударайық. Мінездеу, жанама мінездеу, адамға тән күйініш, сезімдерді суреттеу, адамның өз ойын, сөзін монолог немесе өзгемен сөйлесуін диалог келтіру, осылардың бәрі жеке-жеке тұрған, біріне бірінің қатысы жоқ, дара мақсатты нәрселер емес. Керісінше, бірін-бірі толықтырып, бірінен бірі туып, біріне бірі жымдасып жатқан дүниелер. Мұндай бірліксіз бұлар адам мінезін де, тұлғасын да жасай алмаған болар еді. Деп ғалым бізге мінездеулер туралы ақпаратты жеткізді. Енді мінездеу дегеніміз не? Мінездеу әдеби кейіпкерді таным түсінігі мен мінез құлқын таныта даралай суреттеу. Тура мінездеу дегеніміз не? Тура мінездеу кейіпкердің мінез құлқын айнытпай, сол қалпында баяндау. Жанама мінездеу кейіпкерге қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы бейнесін ашып көрсету. Кейіпкердің сезімдік көңіл күйін, күйініш сүйінішін, кескін кейпін қимыл әрекет арқылы көрсету. Мінекей балалар, енді біз жанама мінездеуді кейіпкердің сезім, көңіл күй арқылы біле аламыз. Ендеше осы тура мінездеу мен жанама мінездеудің әңгімеден тауып көрейік. Ол үшін біз екінші тапсырманы орындаймыз. Бізге берілген кейіпкерлер Қамажай, Омар, Тимур, Ермек, Нәзила, Гаухар, Камила. Осы кейіпкерлердің тура мінездеуін табамыз. Ол үшін әңгімеден мінез ерекшелігін білдіретін үзінділерді теріп жазамыз. Жанама мінездеуін табамыз. Кейіпкерлердің сезімдік көңіл күйін, күйініш сүйінішін, кескін кейпін қимыл әрекет арқылы, яғни сөздері арқылы табамыз. Бұл тапсырмада жетістікке жету үшін мынандай қадамдардан өтуіміз керек. Кейіпкерлерге тура мінездеме береді, жанама мінездеме жазу, драма табиғатын зерделей алуымыз қажет. Екінші тапсырмадағы өзіміздің жазған тура және жанама мінездеулерімізбен салыстырамыз. Қамажай, тура мінездеу. Тура мінездеуді табу үшін әңгімеден мінез ерекшелігін білдіретін үзінділерді теріп жаздық. Мен сені түсінемін, бірақ амалым не? Үйдегі төртеуі төрт азамат болмай, өз басымның қамын ойлауға хақым жоқ. Өз жөнін тауып әке кетті. Талқаны таусылып, шеше байқұс арманда ол кетті. Тағдырдың соққысынан есеңгіреген естерін жинап, көкіректерінен қайғы ұмыт бола бастағанда, не болсаң, о бол деп өз жөнімен мен кетсем, олардың күні не болмақ? Жоқ, Қабен, кешір мені. Бақытыңа кедергі болғым келмейді. Сенің жолың басқа. Енді осы Қамажайға тура мінездеуге жанама мінездеу беріп көрейік. Яғни Қамажайдың сезімдік көңіл күйін, сүйінішін, кескін келбетін қимыл әрекет арқылы. Басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан қиындықтарды көтере білген. Бауырларына қамқор жан. Ата-анасынан жастай айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Яғни бауырларының бақыты үшін өз бақыты Қабеннен де бас тартады. Өз бақытын құрбан еткен жан. Екінші кейіпкеріміз Тимур. Тимурға тура мінездеу. Балалар үйде сөйлесіп отырғанда әкелері үй ортасына кеп
бәріне үнсіз көз тастайды. Сол уақытта Тимур: жылаған баланың үніне қарайламап едіңіз. Енді не іздеп жүрсіз? Құдайға шүкір, ер жеттік. Даусымыз да шықты. Дауласып та жатырмыз. Көзіңіз өтіп кетер. Сұқтанбай тез кетіңіз. Кетіңіз, кетіңіз. Деп әкесіне өктем тік сөйлейтін мінезі бар. Жанама мінездеу. Тимурдың осы диалог арқылы оның көңіл күйін, күйінішін көруге болады. Тимур бұл Қамажайдың інісі. Тік мінезді, бұрама тілді, бірақ адал, қызу қанды, дөрекі бола тұра айналадағыларына қамқоры болады. Әкесінің балаларын тастап, өз қарабасын ойлап кеткенін кешіре алмайды. Алғашқы оқиға Темірбектің өзінің құрбысын нақтырақ айтқанда, болашақ жарын үйіне қонақ ретінде әкелуден басталды. Сол кезде Нәзиляның бір ауыз сөзінен үйде ұрыс шығып, Гаухардың ренжіп кетуімен аяқталды. Жалпы шығармада Қамажай өте сыпайы, мейірімді адам. Жан-жақтан келген қыспақтардан соңында ауруға шалдығады. Қабеннің Қамажайға жасаған ұсынысы тосыннан болғандықтан ол ойланбай жауап берді. Бірақ жүрегінде өте үлкен сезімді жасыра алмайды. Камила өзінің баласын алдыртып тастағандықтан Қамажай оны шапалақта тартып жіберді. Оған ашуланған Темірбек үйінен кетіп қалады. Қамажайдың шарасыздығы сонша келіннен кешірім сұрауға дейін барады. Бірақ соңынан Темірбек бұл ісіне өкініп кешірім сұрап келеді. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасынан жастай айырылған. Қамажай мінезі жағынан қамқор, қарапайым, бауырмал әрі мейірімді кейіпкер. Жазушы драматург Дулат Исабековтің әпке драмасы замана ықпалымен ұлттық құндылықтарды жоғалта бастаған. Адамгершілік, парыз, борыш ұғымдарын жете түсінбейтін жастардың бейнесін ашып көрсететін шығарма. Шешеден жастай қалған, әкеден қайыр көрмеген бір әулеттегі балалардың тұрмысын, таным білігін, бір-біріне жасаған қарым қатынасы, айтқан сөздерімен білдіріп, жалпы қоғам болмысын танытады. Басты кейіпкер Қамажайдың адамдық қасиеті оның сөздері мен іс-әрекетінен аңғарылып тұрады. Жасынан тірі жетім боп қалған бауырларын адам ету үшін өз бақытын табуға ұмтылмай, жеке өмірін ұмытып, ынты-шынтысы мен солардың тілеуін тілеп, дегенін орындап отыруы кез келген жанның қолынан келмейді. Қамажай бейнесі осынысымен асқақ. Қамажайдың әке орнына әке, шеше орнына шеше болғанын біз осы әңгімені оқи отырып білдік. Дегенмен де ата-ананың бар болғаны не жетсін шіркін. Қазіргі таңда бәріңізде ата-ана бар. Бір уақыт ойланайықшы, біз ата-ананың қадірін білеміз бе? Осы сұраққа ойланып отырып, өз жауабымызды қағаз бетіне түсірейік. Ата-ананың қадірі. Ата-ана деген әлем бойынша алтын әріппен жазып қоярлық сөз. Халықта әке-шешеңнің қадірін білмеген ұрпақ келешекте ұлттың қадірін білмес деген керемет сөз бар. Қазақ халқы әке мен ананы ардақты көріп, сыйлы тұтқан. Олар отбасының діңгегі және баланың басындағы асыл тәжі болып саналған. Олардың қасында қуанып, күліп жүргенін көргеннен басқа үлкен бақыт бар ма? Сондықтан да әке-шешем бай деп емес, бар деп мақтанып шүкір еткен дұрыс. Асқар тау арыстандай әкеңнің басына сипаған жылы алақанын, ең қымбат асыл тасың анаңның алтыным деген ыстық сөзін ештеңеге айырбастай алмайсың. Бір істі бастамастан бұрын олардың ризашылығын алып, сөздеріне құлақ асу маңызды. Менің ойымша алғашқы қадамыңды бастырып, қасық ұстауды, тамақ жеуді үйреткен қасиетті басымыздағы алтын тәжімізді бағалап, қастерлеп,
көңілдеріне кірбің түсірмей барынша үміттерін ақтауға тырысып бағу біздің парызымыз. Дәл әке-шешең секілді алыс жолға шыққанда, балам, қайдасың, қарның тоқ па, бәрі жақсы ма деп ешкім хабарласып, сен үшін бар жанымен уайымдамайды. Осы айтқандарымды мына бір өлең жолдарымен толықтырсам. Бас иелік әрқашанда анамызға, әлемнің әке дейтін данасына, қамшының сабындай-ақ бұл өмірде қымбаттардың жетейік бағасына. Ал ендеше қорытындылай келсем, ананың берген ақ сүтін, әкенің берген тәлім тәрбиесін құр кетілмей, ұятқа қалдырмай, мынау менің балам деп мақтанатындай бала болуымыз тиіспіз. Олар біздің ең қымбат сыйымыз, сондықтан да олардың бағасына жетіп қадірлей білу біздің міндетіміз. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді өмірде қолданыңдар. Түсінбегендерің болса, келесі сабаққа ұсыныс жасаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Балалар жыламасын, аналарымыз, әкелеріміз қасымызда болсын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.